Сіз енді Атырауда ойнадыңыз ғой. Ол жақтағы стадионның алаң сапасы туралы не едіңіз? Палас дейді ғой бізде. Палас болса жақсы ғой, бетон ғой. Атыраудан кейін әлі бел ұстаймыз ғой, каждый тренировкадан кейін. Кучин Оралды қиын матчқа түсті. Шыны керек, осы қиын матч менің ойымша осы турдың ең үздік матчы болды. Қазір ойындары қарап алсақ, легионерлерін бітіріп жатқанда түгі жоқ қой. Біз ойнамаймыз, бізді шал дейді, Белоруссияның бір 36-37 бірінші шалдарды алып келеді. Олардың көрсетіп жатқан ойындары да жоқ. Бір ойын бірінші кем ойнап жатсың, және шабуылшы шығарып жатсың. Ол ниет қой. Қазіргі жастар футболист судьялар авторитет болып судья поледа өзінің наоборот авторитетін көрсеткісі келеді. Тілге тиек еттіңіз ғой дастан туралы жалпы. Екі аяғында да удар мықты. Мен сол кезде дворда ойнап жүрген баламен ойнайды, олар менімен ойнайды. Мен сол кезде әйеліме айтқам, мына бала Европаға кететін баланы. 13-14 жасында уже біліп көрініп тұрған ғой. Менің ойымша қазір КПЛ-де ең әрсіз команда. Ордабасы таласпайды деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті Спорт Пульс YouTube арнасының көрермендері. Бұл доп жетпес деген жаңа рубрика, жаңа бағдарлама. Оқ жетпес футбол клубына ешқандай қатысы жоқ. Біз осылай әр апта сайын футболдан Қазақстан премьер-лигасының әр ойындарын талқылайтын боламыз. Және футболдан Қазақстан премьер-лигасының 3-ші тур ойындары өз мәресіне жетті. Біз осы студияға Қазақстан ұлттық құрамасының және бірнеше клубтардың, атап айтқанда Атырау, Жетісу, Қайрат сынды командалардың экс-ойыншысы Бауыржан Тұрысбек және біздің тұрақты эксперт Әлібек. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы сырт алаңда Уэльс және Лихтенштейн командаларымен ойын өткізді. Бірінде жеңді, бірінде жеңілді. Енді мінекей арада біршама үзілістер болды. Осы үзілісте азды кем жаңалықтар болды. Соның бірі Дидар Сыздықбек, жас теннисстар деп ойлаймын, медиафутболда есімі бар. Атырау футбол клубының бас менеджері болып тағайындалды. Жалпы сіз қалай ойлайсыз, Атырауға қандай бір көмегін тигізе алады? Енді бәріне ассалаумағалейкум. Менің ойымша енді қазір сондай уақыт болып отыр ғой, жастардың ауысуы, жастарға футбол келуі, даже ұлттық құраманың өзінде де бәрі жас ойыншылар келіп жатыр. Енді Дидардың көмегі менің ойымша әрине тиеді, негізі енді новая кровь дейді ғой. Өзінің көзқарасы бар, жаңа жастық көзқарасы бар, өзгертуге. Еще ең бастысы ода медиалиганы көрген және медиа жағынан халықты, Атырауда халық жинау. Енді осы мен Атырауда қай жыл ойнаған кезде біраз халық келді, одан кейін қазір мәлештер азайып қалды. Қазір халықты жинау. Енді өзінің командасы бар, тәжірибесі бар. Футболдың ішінен енді уже қанша жыл болды өзінің командасын ашқаны. Кішкене мелкий детали дейді ғой, ішіндегі футболдың өзінің бәрін түсінеді, біледі. Өзінің бір жастық күш қуатын көрсетіп, кіргізіп, соған бір нәтиже береді деп ойлаймын. Әлібек, не айтасыз? Білмем, енді Дидар дейтін қанша жыл бойы ұмтылды премьер-лигаға. Енді жетті Атырауға. Бұл жерде енді менеджер, жай ғана менеджер емес, бұл жерде енді Атыраудың жағдайын бәрін білеміз. Жалақыға байланысты, қазір ойыншыларға байланысты. Енді бұл жерде кризис менеджер керек еді. Негізі білмеймін, Дидарды бұдан бұрын тәжірибесі болды ма. Бірақ енді СД-ға қарасақ, енді қалай құрғанын, тақыр жерден қазіргі академия салу, қазір команда құру қарағанда, мен ойымша әбден мүмкін шығару. Білмеймін. Енді сәттілік, тек қана сәттілік. Бұл жерде тек қана сәттілік тілеймін болды. Сәттілік тілейміз. Енді Атырау демекші, бізде сенбі күні Атырау мен Ақтөбе ойнады. Мұнайшы стадионда есеп 0-4. Атырауды кәдімгідей ойсырата жеңді деп айтуға болады. Ойынды кішігірім талқылау өтсек болады. Осы сәтте енді Атырау өткен маусымда жалпы фавориттердің барлығын тең ойнады, жеңіп те жатты, сондай бір өз алаңында дис бермей жақсы ойын өрнегін көрсетіп жүрді. Ал осы маусымда енді Атыраудың ойыншылары да бір қатты күшті құрам жоқ қой осы маусымда. Жуковский да кетіп қалды деген сияқты. Сондықтан бұл маусымда біз Атыраудан өткен маусымдағыдай фавориттерге
қарсы мықты ойын өрнегін көрмейміз деген сөз ба? Қалай ойлайсыз? Енді Атырау деген негізі өзі западтың қаласы ғой. Ол жақта халық сұрайды, требования басқаша, қазір керек деп. Бірақ менің ойымша, мен ана жылы осы Атырау Астана ойын алдында болғанда пенальти қойып ана жылғы ойында, решающий ойындардың алдында. Сол кезде ойлағам, сол кезде айтқам, если Жуковскийға тағы да бір жыл берсе, медальдарға тырысуға болады деп, потому что команданы қанша құрды, жақсы команда құрды, маған ойын стилі ұнайды. И Жуковскийдің жаңағы тренер секілді команданың ішіндегі атмосферасы жақсы болды. Команда 3 жыл құралады дейді ғой. 3 жылда жақсы команда құрылды ғой негізі Атырауда. Енді тағы да бір жыл болған кезде, мен ойлаймша уже бір медальға таласатын команда болды. Биыл енді бәрі бүкіл тренер ауысты, полностью даже президенттер кетті, ойыншылардың бәрі кетіп қалды. Алишер ойыншылар кетті, тренер кетті. Жаңадан құрылған команда енді уже полностью даже 80% деп ойлаймын ғой. И тренер болып енді өзімнің жақсы көретін тренерім Горовенко барды. Ол кісінің жұмысы наоборот басқаша, требование коллективтің ішінде басқаша оны ұстай алмай, ол чисто болды как тренер. Мен өзінің жұмысын ғана атқарады, коллективтің ішіндегі басқа жұмыс қой. Ең бас соған жетіспей қала ма деп ойлаймын. Коллективті ең жаңадан құрылған команда строится внутри команды за столом дейді ғой. Не то что на поле, а команда должна столда құрылып уже внутренний коллектив ұстау. Вот соған кішкене тәжірибесі жетпей қала ма деп ойлаймын. Сіз енді Атырауда ойнадыңыз ғой. Ол жақтағы стадионның алаң сапасы туралы не едіңіз? Біз кеше көрдік, енді бұрын сондай еді, әлі күнге дейін сол бір алаң палас дейді ғой бізде. Палас болса жақсы ғой, бетон ғой. Бетон. Атыраудан кейін әлі бел ұстаймыз ғой, каждый тренировкадан кейін. Негізі ол кезде бетон болған, бірақ мен кеткеннен кейін сол жазда ма кішкене ремонт жасап, крошка септі дейді, бірақ ол уже көмектеспейді ғой. Там бетон бутсымен күнде тренировка істей берсең, секіріп, бел кетеді, аяқ кетеді. Аяққа да зиян. И енді ол бәрі поле, енді алаңның бәрі сол ойынға да мешать етеді. Ол алаңның әлі есімде, мен ойлаймын, уже қанша жыл болды оны ауыстырмаған. Тыйым салу керек. Сосын Атыраудың несі бар ғой, Атырау барлық матчтарын ертеңгісін өткізеді. Жарық істемей ма, сондай кілең матчтарын тек күндізгі уақытқа қояды, Атыраудың матчтарын. Сол жерде қызық. Әлібек, сен ойын туралы не айтасың? Жалпы Атырау ойыншылары емес, қызметкерлері видео үндеу жасады, айлық төлеген жоқ. Айлық төлемесе Ақтөбемен қарсы ойынға шықпауымыз мүмкін деген сияқты. Осы нәрсе әсер етті ме сенің ойынша? Бірақ дидарсыздықпен келгеннен кейін жалақы төленді дегенде ақпараттарды да көрдім мен. Иә, оны бәріміз естідік. Бірақ білмеймін, бұл же футболистердің өздерінің профессионализм дейді ғой, тек сол жері. Негізі ол қатты әсер етті деп ойламаймын. Бірақ білмеймін, енді қазір футболистердің бастарына кіре алмаймыз ғой. Бірақ қатты әсер етпеген сияқты. Горовенко ойыннан кейін де өзі айтты ғой, бұл жерде негізі матч дейтін бірінші голға дейін болды дейді. Ары қарай ойыншылардың деңгейі шешіп кетті деп тұр. Енді иә, солай болды. Бірінші голға дейін тең ойын болды да, сол бірінші гол стандарттан кірді. Ары қарай Ақтөбе қарымта шабуыл, 3 голдың 3-і де қарымта шабуылдан келді. Енді сол Атырау енді былай тырысты, ойын шыққан жоқ. Ақтөбеде Габи Кейки келді, Қасым жарақатынан кейін айықты. Сосын Евкович па? Евкович дебюттік ойын гол соқты. Анжелковичтің прострелінен кейін автогол болды. Сосын Думбия керемет. Білмеймін, қазір енді бәрі кімді Леонтты сөгіп жатыр ғой. Еш қосылмаймын. Енді бұл жерде бапкерге мақсат қойды. Былтыр қойды мақсатты, кубокты алу, кубокты алды, үштікке кіру, үштікті алды. Білмеймін, ары қарай қандай сұрақтар болған. Ойын жоқ дейді. Білмеймін, қазір енді Қазақстан премьер-лигасының Қайрат Астанадан басқа кімде ойын бар екен, білмеймін, шын айтамын. Ақтөбеде білмеймін. Мен ойымша өзінің мықты ойыншыларын жақсы қолдану, ол да негізі бапкердің шаруасы ғой.
сол себептен менің ойымша Леоновты әзірше білмеймін алда не болатынын, әзірше менде ешқандай сұрақ жоқ Леоновқа қатысты. Енді бұл Ақтөбенің жеңісі негізі Атырау ойыншыларының бір әлсіздігінен болған сияқты. Леоновтың бір идеясы жоқ па ойынға деген, маған солай көрінеді. Сол Атырау ойыншыларының әлсіздігін ғана пайдаланып, содан жеңген сияқты болып көрінді маған. Содан кейін жаңа Думбияны атап өтуге болады, өте керемет ойын өрнегін көрсетті, ортада қалай ойнады, және баса қандай сәттер. Әлсіздігін қолданса, онда Елімайдың ойыншылары Атыраудікінен мықтырақ емес па? Енді мысалы оларда қолданылған жоқ. Иә, алғашқы матчта айтып отырсың сен. Алғашқы матчта айтып отырсың. Менің ойымша енді ол кезде пенальти болған жоқ. Енді пенальтиден кейін ары қарай бір тайм болды ғой. Жақсы. Баса қандай ерекше сәттерді атап өтесің? Дархан Бердібектің алғаш дебюттік голы, өзі ортадан алып жүріп ұрды, соқты. Ақтөбенің баласы ма? Ақтөбенің баласы. Леоновтың тағы бір плюсы, жергілікті балдар соңғы минуттарда жастарға кірді, жастарға сеніп, өзі негізі бұрын Ақтөбеге дейін осы жастар емес деген кісі ғой. Сол себептен жастарға сенгенді, ол да бір мен үшін плюс. Сосын баспасөз мәслихатында Леонов неге өзі сөйлемейді, анау көмекшісі Левчук пе еді аты? Екінші ойында сондай интроверт кісі ау деймін, білмеймін. Сол жағын түсінбедік. Ондай кісілер негізі болады. Білмеймін, сол интроверт кісі өзі. Келесі матчқа өсек, бұл бізде үшінші турдың шымылдығын ашқан Қайсар Оқжетпес арасындағы ойын. Көбісі аутсайдерлердің дербиі деп те атап жатыр екен, бірақ оған келіспеймін. Өз басым қос командада да қазақстандық ойыншылар ойнады. Қайсарда 100% қазақстандық ойыншылар, Оқжетпесте бір ғана легионер болды. Бір ғана легионер болды. Ойын туралы Бауыржан мырза не айтасыз? Жалпы қазақтар өзара ойын ойнай алады екен деп жанкүйерлер айтып жатыр. Иә, әрине сенсе қазақтарға да ойнайды ғой. Бірақ бұл жерде мен ойынның бірінші голын көрген кезде моментте Нұрлан Даировты тартып қалды қолмен. Бірақ ол моментте де тоже до конца ойнау керек қой. Нұрик, бірақ енді қолмен тартқаннан кейін сол жерде бір фол болды деп ойлаймын. Бірақ ойынға қарасақ, және Хантенгриде ойнаған бала шабуылшы Қайсардағы Ағзамбаев, тоже жақсы шабуылшы өсіп келе жатыр деп ойлаймын. Доппен де дриблингі да именно на скорости жақсы жасап, жақсы ойнап жүр енді. Енді Оқжетпес қатарынан екі ойын уже ұтылмады ғой. Жаңа бізде жалпы үшінші турда қызыл қағаз көп көрсетілген. Кучиннің қайтып келгенін айтпаймыз ба? Айтамыз. Сізге жағы Мырзағалиевтің қызыл қағаз алғаны туралы қызыл қағаз болды ма ол жерде? Жанкүйерлер көп талас жүріп жатыр. Көрдім, бірақ мен ойынша, если прямой красныйға тартпайды. Защитаны корпусты қойып, защитник аяғымен түртіп жүріп, теуіп жүрем деген кезде енді прям грубый фол деп ойлаймын. 100% желтый карточка деп ойлаймын. Ойын өрнегін құртып, сол красный карточка беру деп ондай опасный ойын болған жоқ. Қызыл қағаз болмаса неге жеңіп тұрған Қайсар 2-0 жеңіп жатты. Кучин туралы, Кучин қайтып келді, не айтасыз? Кучин қайтып келді. Кучин былтыр шеттетілді. Екі өрескел қателік болды Астананың ойыны. Сол себебінен шеттетілді. Бір жыл деді, бір жыл өтті. Енді биыл мен ойымша қайтып келген себебі қазір төрешілердің жетіспеуі. Қазір біз көріп отырмыз. Қазір алда айтамыз әлі Елімайдың тобыл матчы жас төрешіге Сахи емес, Бәйімбет емес, білмеймін там. Басқа төрешілер емес, жаңа төреші бүгін. Қазір жаңа бір төрешілердің жаңа демі сияқты. Сол себептен білмеймін. Жетіспегендіктен келген сияқты. Кучиннің былай негізі мен үшін басқалары қарағанда деңгейі бірдей. Төмен де емес, жоғарыда емес, бір деңгейде жұмыс істейді. Қазір енді шамалы жаста келіп қалды. Кейбір жерде үлгермей қалуы мүмкін, жүгіріп. Физикалық тұрғыда моменттер жетпеуі мүмкін. Не ондай жас үлкен емес қой. 47-де. 47-де? 46-47, сондай бірнәрсе. Қателеспесем.
40-тан асып кеткен болды. 40-тан асып кетті, иә. Қателеспесем мүмкін. Иә. Кучин оралды, қиын матчқа түсті. Шыны керек, осы қиын матч менің ойымша осы турдың ең үздік матчы болды. Бірінші тайм Кумуковтың дайындығы ойынға деген, Айбар Жақсылықтың енді ұлттық құрамадан келгеннен кейін көріп тұр, шабыттанып келгенін көріп тұр да. 2 гол салды, білмеймін. Вообще Қайсар бұл ойында мен ары қарай 3-0 мүмкін. Ары қарай жеңіске жете ойлаймын. Ол біз ешқандай мүмкіндік болды. Дамир Мараттың бір кейбір кездері болды. Жалғыз өзі ғана. Иә, жалғыз өзі ғана болған. Былай Орысбесті ештеңе атап өте алмаймын. Қызыл қағазға дейін бір ойын болды, қызыл қағаз дейін екінші ойын болды. Қызыл қағазды енді мен де Бауыржанмен келісем, 50-ге 50. Енді 55-ші минут 55-ші минут айбалаңына жақын емес, орталық шепте, білмеймін, алыс, сосын Әнжеде Мырзағалиевтің допқа ойнайын дейтін ниеті бар. Енді ол жерде бір қатты грубый фол емес қой. Иә. Ойынға құртатын 55-ші минутта. Сосын жарақат, ол ондай ситуация, жарақатқа ешқандай өзінің несіне жарақат алмайды. Денсаулыққа зияны жоқ, штраф фол ғой. Сол себептен мен ойымша ол жерде тікелей қызыл қағаз көрсететіндей жағдай болған жоқ. Кем сары қағаз. Кем сары қағаз. Бауыржан енді қазір Қайсар таза қазақтармен ойнап жатыр ғой. Премьер-лигадан ұшып кетуі ықтималдығы жоғары деп айтады жанкүйерлердің көбі. Сіз қалай ойлайсыз? Таза жергілікті осы қазақстандық ойыншылармен Қайсар кемі нешінші орын алуы мүмкін? Қазір ойындары қарап алсақ, легионерлерін бітіріп жатқанда түгі жоқ қой. Қайратта, Астанада Жоау Пауло енді уже қанша жыл ойнаған, Астанада Тамасов бар. Енді Астанада уже біраз жыл болды ойнап жүрген легионерлер ғой. Енді қазір алға сүйреп жүрген енді жақсы легионерлер бұрынғы уже бізде Қазақстан премьер-лигасына үйренген 5-6 жыл, 4 жыл, 5 жыл ойнаған балалар легионерлер. Қазір жаңадан келіп жатқан басқа легионерлерге қарасам, осы өздеріміздің Қазақта Қайсардың ойыны ешқай жер кем емес. Бір бас жоғары көрсететін ойындары да жоқ. Қазақтар ойнасын деп енді қазақтар ойнай алмайды деп ойламаймын. Мен ойлаймын Қайсар бір 8-7 орында болады деп ойлаймын. Легионерлермен ойнап жатқан қазір Гулутау, Атырауда қазір легионерлермен жоғары көтерілмейді деп ойлаймын. Осы 8 орынға Атырау мен Қайсар таласады. Жалпы сіз өзіңіз қолдайсыз ба осы легионерсіз қазақ футболын? Менің ойымша алаңда 3-4 легионер ойнаса, бірақ 4 легионер болса, бірақ бұрынғыдай высококлассный легионерлер келсе, олардан футбол үйренетін. Футбол деген енді уже класс передавать ететін. Біз ойнаған кезде енді Тимощук, Лига чемпионов отқан футболист, Баварияда ойнаған футболист, Аршавин, Англияда ойнаған, енді Жираргоуда да қарасаң да қанша ойыны өзінің ерекше ойыны болса да, бірақ ана фарт для нападающийға ол фартты чутье дейді ғой. Ол чутьеда да үйрену, ол оказывается там где нужно, онда тоже үйрену керек, оған жыл керек. Вот сондай опыттар передавать ететін, именно класс передавать ететін легионерлер келсе, мен вообще қарсы емеспін. По идее ол болу керек деп ойлаймын. Біздің жас балаларға футбол үйреніп, классқа үйреніп, жаңағы опыт передавать ететіндей. Қазіргідей Атырауда, білмеймін қай басқа команда, Атырауда обычно көп тоже легионерлер болады. Басқа лигалардың екінші лигадан келетін бір Сербия, Польшадан біздің қалдықтары. Россияның қазір енді, бірақ енді өзбек балалары жақсы ойнайды ғой енді. Россиядан, Белоруссиядан келеді ғой енді. Жаңа алған нападающилар бізді шал деп, мені шал деп 34-ке келгенде шал дейді. Ойнап жүрген Белоруссиядан 34-36 жаста білмеймін, қай жерлер кем емес қой, түк көрсетпейді. Мен ойлаймын, вообще лучше жас балаларымыз өзіміз дастан шығып жатыр. Дастанды 12 жасында көрген кезде айтып, осы бала ойнайды деп айтқам. Дастан туралы айтамыз кейінірек. Онда біз ойнамасақ, онда жастарға жол берсін. Біз енді биыл мен енді білмеймін, командаға ешқандай барған жоқпын. Көріп келе жатырмын ғой, жастар, онда жастар ойнасын. Біз ойнамаймыз, бізді шал дейді. Белоруссияның бір 36-37 бірінші шалдарды алып келеді. Олардың көрсетіп жатқан ойындары да жоқ, істеп жатқан тірліктері жоқ, оның пайдасы не?
Дұрыс айтасыз. Сапасыз легионерлерді қаптатып әкелгенше сапалы бір 4-5 төрт легионер сапалы, иә, лучше жергілікті ойыншылар олардан тәжірибе алсын, үйренсін дейсіз ғой, иә? иә, қазір бізде көбісі ақша санау жақсы көреді ғой, бірақ лучше соларға 1 миллиондап там недавно подкастта жазып өтті ғой, мен айтты зарплатасы Аршавин зарплатасын санап жүрмін деп. Аршавин ойлаймын Англияда қанша зарплатасы болған, ол вообще басқа сумма ғой. Просто ондай футболист бізге күнде келе бермейді ғой, класс көрсетті, адам жиналады, болельщиктер қанша келді. Қайрат ойнаған кезде любой турға минимум 7 адам, 8 адам келетін ойын көруге. Плюс тренировканың өзінде мен өзім біраз нәрсе үйрендім. Даже тренировканың өзінде. Даже элементарно передача пас берген кезде айтады ғой, сен дұрыс берген жоқсың дейді. Аяғына пас берсең, бірақ дұрыс емес. Сен положение көріпсің, мына жерің басқа. Былай мен ол кісі енді басқа футбол көреді екен. 7 шаг вперед көретін футболист қой, оны да үйретіп, өйстіп қалдырып кетті ғой бізге. Қазір жастарды соған үйрететін сондай легионерлер керек деп ойлаймын. Лучше жақсы зарплата берсін, там 50 миллион доллар, 40, 60, 70 берсін, бірақ классы бар бізге, біздің жастарды үйрететін, көрсететін. Лучше сондай 4 жақсы легионер, чем паровоз сапасыз легионер. Иә. Біз қазір әкімдерге дейін ақша санайтын болған ба? Сондай ғой. Келесі матчқа өтейік. Тұран Қайрат. Жалпы бұл ойында төрешілік ешқандай шағым жоқ па? Өйткені 9 сары қағаз, әр ереже бұзылған. Сосын бір қызыл қағаз. Бір қызыл қағаз, бір пенальти. Иә. Білмеймін, бұл жерде жоқ. Меніңше бұл жерде бәрі орынды ма? Орынды. Соңғы минуттарда Зарусскийге ойын созған үшін көрсетті. Қалған жағдайларда енді сары қағаздар болды. Мүмкін бір-екі моменттер болмаған шығар. Былай жалпы төрешілікке бұл жерде ешқандай наразылық жоқ. Төрешілерге айта кетсек, қазір төрешілер деген тоже жас төрешілер келіп отыр ғой. Енді төрешілердің неге сары қағаз көп? Менің ойымша бұрынғы жас үлкен судьялар, еще ол судьялар бізде бұрында тоже үлкен футболисттер ойнады ғой, Смаков, Балтиев, авторитетный футболисттер дейді ғой енді. Қазіргі жастар судьялар авторитет болып поледа өзінің наоборот авторитетін көрсеткісі келеді да. Хороший судья, ол қандай, ол сықырға естілмейтін, поледа көрінбейтін судья, ойынға мешать етпейді дейді ғой енді, не ломает игру. Қазіргі төрешілер өзінің көрсеткісі келеді, поледа өзінің статусын көрсеткісі келеді. Мен нет, желтый карточка сөйлессең, желтый карточка береді. Сондықтан желтый карточкалар көп, удалениялар көп. Это мен қалай айта кетсем, қазір даже элементарно мен Алматыда қазір футбол ойнап жүрмін ғой, пионер командасында ойнаймын. Маған даже недавно командада пионерді сұрайды, Бауыржан айтшы, премьер-лигада мынандай болып отыр, біздің ЛФТ-да судьялар бізді өлтіріп отыр ғой. Судьялардың өздері көрсеткісі келеді да өзінің статусын. Ол дұрыс емес. Ол неден? Ол тәжірибе жетпегеннен. Потому что судья деген ол өзін жоғары санау керек, бірақ футболистпен сөйлесуді да білу керек. Любой өзім, например, мен эмоциональный футболистпін. Поледа эмоцияға бересің. Эмоция болмаса, енді спорт қой енді. Балет ойнап жүргенсің ғой. Судьямен сөйлесесің, қатты сөйлесесің, айғайлайсың. Ол сенмен айғайласа кетеді. Ол ерегесіп кетедісің судьямен. А судья наоборот енді өзінің тәжірибесін көрсетіп, ойынды успокоить етіп, наоборот футболға айналдыру керек та, және бүкіл нокаудың бәрін футболға айналдыру керек. Олар нокаудың бәрін өздерін алады да, сосын өздерінің статусын көрсетіп, олар карточкамен бастайды, и содан бастап ойын өрнегі құртылады. Удаление болады, және 55-ші минутта ана фол Оқжетпес командасы. Ол ойынды құртатын фол емес. Уақыт алады ғой. Уақыт алады. Енді ойынды удаление, это уже ойынды құртқан деген сөз ғой. Мына жерде Кучинді бір қорғап кетейін. Негізі Кучин өзінің шешімі негізі сары қағаз болды. Оны варда отқан Марат Ысқақов оны шақырып, негізі қызыл қағазға сөйтіп шақырды. Негізі Кучиннің ең бірінші негізі өзінің шешімі ол сары қағаз негізі. Бұл жерде Кучинді бір жақтап кеткен былай. Енді бағанағы Тұран мен Қайрат 1-2. Қайрат енді бір ойыншыға кем ойнады ғой. Кем ойнады. Тұран не үшін 1-1 есебін сақтап қала алмады деп ойлайсың? 1-1 неге сақтап? Жуковскийдің айтқаны бар ғой. Жуковскийдің айтқаны бар. Бізде орысша тікелей айтсақ, бізде менталитет аутсайдера дейді да. Біздер
голға дейін қандай команда болды қайтадан, голдан кейін қандай, голға дейін, қызыл қағаздан кейін атакадан атака, гол салды, әдемі гол салды. Жұмабектің пасынан Стасевич алғаш голын салды. Енді одан кейін өрбейін десе, жаңағы ойыншылардың психологиясын ойнап кеткен сияқты бұл уже. Чемпионмен біз қазір тең ойнап жатырмыз. Осы да жетеді. Осы да жетеді деп. Мысалы, Бауыржан деген енді көптеген аутсайдер енді екінші алтылық командаларында көбісі ойнады ғой. Сізде негізі болды ма ондай заттар? Мындай бір чемпионға қарсы, Астана, фавориттерге қарсы тең ойнаватқан кезде соны ұстап қалу, ары қарай жеңу дейтін. Менде ондай менталитет болған жоқ. Біз талай командалармен ойнаған кезде, Жетісумен ойнаған кезде, Атыраумен ойнаған кезде, Тоболмен, Астанамен тең ойнадық, кубокта да тең ойнап, ұтып жатып. Бірақ ондай бар кейбір даже ол футболисттардан өзінің ішінде футболияда емес, ол уже сіңіп кеткен атмосфера, задача дейді ғой, уже ойын алдындағы задачалар қояды. Сен мен білмеймін, бір қай футболистті қазір айтасыз маған, футболисті сен поледа сұрасаң, сен типа на удержание счета можешь играть деп. Или өзінің менталитетін болған, мен өйтіп ойнай алмаймын, потому что сен ойынға шыққаннан кейін сен на победу ойнайсың, ұту үшін ойнайсың. Оның это, думаю, даже команданың менталитеті, от задачи қандай команда, өзінің команданың ішінде, футболисттер емес, а вообще, там, например, Жетісуға бізде биыл задача 8-ші орын сақтап қалу деген. Сол задача сөзден бастап уже команданың ішінде сол ой кетеді, соған сол сөзі тиеді деп ойлаймын. Енді Жуковскийдің өзінің айтқаны ғой, өзінің аузынан шыққан сөзі, біздің команда әлі, бізде менталитет, сол аутсайдер менталитеті бізге әлі үйрену керек деген сияқты. Білмеймін, енді бірде-бір болғаннан кейін Қайрат бір ойыншы кем ойнап жатыр деп сезілген жоқ, былай картинкада да көрінген жоқ. Чемпиондық амбиция бар. Иә, олар оның орнына там Сатпаев шығарды, кімді шығарды тағы. Енді шабуылшыларды шығарды. Енді бір ойыншы кем ойнап жатсың, және шабуылшы шығарып жатсың. Ол ниет қой. Ол жәнегі айтап өткен ғой, сол Қайратта да ойнадым. Например, біз Қайрат ойнаған кезде бірінші гол жіберіп 1-0 ұтылып жатсақ та, сенің ойнап жатқан кезде ойың қазір по-любому 3-4 салып кетеміз деп. Бұрында Қайратқа келген кезде, центральный ойнаған кезде командалар уже келіп, самое главное, бір 4-5 гол жібермесек болды. 1-0 ұтып жатса да команда все равно отырып, страховаться, және на удержание счета ойнайды. Ол жәнегі айтып отқан сөзім ғой, және команданың өзінің амбициясы ішінде, не то футболисттарға емес, а команданың. Қайрат всегда ол на чемпионство ойнайтын команда деп. Это именно уже командный менталитет дейді ғой. Сол ойыншылар бойына сіңіп қалған затты. Бізде Қайратта 65-ші минутта, қателеспесем, Дастан Сәтбаев шықты. Сіз жаңа тілге тиек еттіңіз ғой, Дастан туралы жалпы. Енді бақылап жүрсіз деп ойлаймын. Көрші балам ғой. Да? Бір дворда тұратын балам. Сол жалпы айта кетсеңіз, болашағын қалай көресіз? Челсиден контракт алған алғашқы ойыншы ғой, қанша дегенмен. Жас болса да. Мен көшіп осы Алматы бірге үй алған кезде 2018 жылы 12 жаста ма 13 жаста болған кезде дворда баламен ойнап жүрген, ол мен ойнайтын, мен де ойнайыншы деп Қайраттың формасын киіп алған. Мен сол кезде көргенмін, екі аяғы жұмыс істейді, аяғында мықты тұрады. 14 жасында мен терісетін ол кезде. Екі аяғында да удар мықты. Мен сол кезде дворда ойнап жүрген, баламен ойнайды, олар менімен ойнайды. Мен сол кезде әйеліме айтқам, мына бала Европаға кететін баланы. 13-14 жасында уже көрініп тұрған ғой. Данный еще тырмысқаны тренировкадан кейін мен карантинда болды, карантинда мен тренировка істейікші болмайды, далаға шығуға болмайды деп паркингке түсіп тренировка істейтін. Паркингта бізде горка бар, горкаға жүгіретін, парфишка қойып тренировка істейтін. Қазір 3 жыл өтті ғой, аяқ бітімін көрдіңіздер ме? Тренировкаға мықты істейді. Бірақ мен айтам, қатты прям ол саған керек, бірақ сенің өз ойыныңды жоғалтып алма деп. Потому что аяғында жақсы тұрады, удары бар, бірақ техникаңды жоғалтып алма деп. Мен ойлаймын, ең бастысы оны еще өзі скромный бала ғой. И менталитеті новый вызовтан қорықпайды. Сборныйға келді, кеше ойында сборныйға шығып жатқан кезде мен айтам да, өзіне айтқанмен өзімді көріп отырмын ғой, допталып қорықпайды алдыға жүруге. Допталасып артқа бермейді. 16-17 жаста ойын өзіне алуға қорықпайды да. И ондай менталитетпен спокойно топ-5 Европада ойнауға болады деп ойлаймын.
Астана гол соққаны бар сосын. Астанаға Алғашқы матчта оның үстіне. ол да сол моментте де негізі кім защитникпен крайний защитник Ян мен вообще ол екеуінің арт жағынан атып шығып допты ала кеткен. Ол және сол айтқан менталитет, тырмысып қорықпайды, допты алып еще ближний углға с удару. Это және решение дейді ғой, менталитеті уже 16 жасында қорықпайды өзіне ойын алуға. Самое главное сынбаса болды, өзіне алып. Футбол деген нәрсе ғой, өзіңе көп алып, бірақ поляда соған ответ беру деген ғой. Өзіне көп алып, мен айтам қорықпа, ала бер, ұра бер, алдаса бер. Өзінің де менталитеті, спокойствиесі бар. Ойлаймын, біраз дәрежеге жетеді ойлаймын. Енді қазір де жақсы қарым-қатынаста шығарсыздар сіздер? Енді күнде көрісе береміз, бірақ если көріп сөйлескен кезде өзімде айтатын, бір жерде жазып жіберген ғой, Дастик, молодец, салып жатсың ғой, онда мен спокойно карьерамды бітіре берсем болады. Қазір салатын футболист шықты ғой деп, гол салатын. Сөйлескен кезде енді әкесін де танимын, әкесімен де сөйлесем, воспитаниясы бар, жақсы. И плюс енді намаз оқиды, өзінің сабыры бар. Соны жоғалтпаса, переходный возраст енді келе жатыр ғой да. Футболда ең қиыны қазіргі 16, 17, 18 жас қой, переходный во взрослый футбол. Бір жыл ойнап, сол переходный возраст осы қарқынмен өтсе, мен ойлаймын, Европада даже Челсидің өзінде де ойнайтын. Бір жыл Челсиға барып, заменаға шығып, 1-2 жыл и Челсидің өзінің командасына, составына да кірсе болады ойлаймын. Менде бір сұрақ бар да, негізі Дастан Сатпаевтың осы қазіргі кездегі мансабы осы Бауыржандікіне ұқсайды ғой. Сіз де осылай 18 жасыңызда бастадыңыз ғой? 17 жасында. 17-те бастадыңыз, жас кезіңізде Қайратқа келдіңіз, енді үлкен жалақыға келдіңіз. Жалақы енді аз болған жоқ қой. Ол кезде нормально, жақсы болды. Сіздің өзіңіздің қастарыңызда, достарыңыздан енді әлдеқайда көп болды. Дұрыс па? Жоқ, Қайратқа жоқ, ол кезде Қайратта көп жалақы болған жоқ. Ол кезде болған жоқ па? Жоқ. Жарайды, енді сол кезде жас кезінде топ клубқа келдіңіз. Ойыншы қалай? Ақша құртады? Қалай құртпау? Соны кеңес бере аласыз? Қаншалықты әсер етеді? Халық көтермелеп жатыр қазір. Жұлдыз ауруына шалдығатындар бар ғой бізде. Ондай. Енді бізде вообще айтады, бұрында қазақтың сөзі бар ғой, бізде байлықты қойғана көтереді деп. Бұл жерде совет бере алмайсың, өзінің ол уже әке-шешесінің воспитанияға қарайды, өзінің ойына қарайды. Мен ойымша, Дастанды мен 100% білем, ақша құртпайтын. Қазір де уже көріп жүрмін ғой, еске алдым. Әкесін танимын, әкесінің воспитаниясы бар, жақсы воспитания бар, өзінің сыйластығы бар, өзінің адамгершілігіне қарағанда оны ақша құртпайды. Ал енді бұл жерде совет бере алмайсың, ол только үй ішінде ғана әке-шешесінің жұмысы деп ойлаймын. Болар бала боғынан дейді ғой бізде қазақта. Дастанға сәттілік тілейміз. Көп үлкен үміт күттіретін ойыншыларымыздың бірі. Жаңағы КПЛ-ға кішкене ауысайық. Ұлытау жеңіс, есеп 1-1, енді айтатындай көп нәрсе жоқ. Алып қосар болса. Мансабындағы әзірше сіздің ең соңғы клубыңыз қазір Ұлытауға жанкерсіз ба, қалай? Енді өзім қанша еңбегім қалып кетті ғой все равно. Бүгін қарап отқам, жолда болғаннан кейін бүкіл ойынды қара алмадым. Енді Геннадийшпен как раз мен Сербиядан келген кезде жетісуда жетісуда мен составқа қойып, Азовский соксы ғой, енді маған көмектескен Сербиядан кейін. Мен 2 жыл Сербиядан келіп 2 жыл жетісуда составта ойнадым. И содан кейін Қайратқа көшкенім. Маған негізі тренировочный процесс ұнайды, и және қарап отырмын, ойында да Ұлытау жеңіс допты бермеді. Владение мячом 60-та 40 болды, даже 65 қараған кезде 65% доп ұстады. Геннадийдің жаңағы өзінің идеясы, енді Гвардиоланың секілді ғой, доп ұстау, полностью контролировать мяч дейді ғой. И жастарға да сол жақсы көмек керек деп ойлаймын, Геннадийдің тренировочный процесс. Ол ойынымен қаншалықты премьер-лигада ойнай алады? Ол жарайды, ол бірінші лигада басқа қарсыласпен ойналады шығар. Ал қазір премьер-лигада жаңа контроль қазіргі бар ойыншылармен. Енді понятно,
ойыншыларға қарайды ғой, все равно исполнители дейді ғой, жаңағы оны доп тастау, можно доп тастай берсең, бірақ сен пайдасы не, 65% тастасаң, бірақ 3 гол жіберсең дегенде. Енді ол ойлаймын, енді точно команда осы қарқынмен ойнаса, біраз жерден очко жинап, бір ұшып кететіндей команда емес деп ойлаймын. Негізі ол Ұлытаудың осы маусымдағы задача дейді ғой, қандай кеше мақсат. Кеше Қайсар мен Оқжетпес матчынан кейін Оқжетпестің бапкері айтып жатыр да, журналистер сұрақ қойған, маусымға жалпы қандай мақсат қойдыңыздар деп. Мақсат әлі жоқ дейді да. Осындай түсініксіз клубтар көп та бізде. Бірінші лигадан премьер лигаға келеді, мақсаттары ең болмағанда алтылыққа кіру емес, премьер лигадан түсіп қалмау деген мақсат қояды да көп. Ұлытауда меніңше солардың бір қатарынан сияқты. Мүмкін, олар енді команда лифтер болғысы келмейтін шығар. Сосын Жезқазған үшін құттықтап қояйық. Тарихи сәт. Алғашқы рет Қазақстан тарихында бірінші рет премьер лига матчы өтті. Жалпы Жезқазған қаласына премьер лига қалай? Негізі адамдар футбол жақсы көре ма? Жанкүйерлік мәдениет дейді ғой. Футболға енді ондай мәдениеті жоқ деп ойлаймын, потому что футбол енді ғана келді ғой, енді Жезқазғанға 2 жыл болды, 3 жыл болды. Оның алдында даже бір командада болған жоқ. Бірінші лигада ойнаған кезде халық енді біліп, енді келіп, бүгін премьер лигада енді бір 2000 адам, 1500 адамдай отырды ғой. Жезқазғанда енді хоккей бар дейді ғой, бірақ футболға енді үйренеді деп ойлаймын. Қиын болады, бірақ енді жұмыстары жүргізілетін шығар, білмеймін. Командамен болельщиктер тарту, бірақ қалада енді ондай айта кететіндей басқа нәрселер де көп жоқ. Қала кішкентай ғой өзі. Иә, қала кішкентай, енді басқа баратындар жер жоқ, енді көретін жер жоқ. Соны ойлаймын, енді футболға адамдар тартатын. Сосын жаңа логистика бойынша жағынан да қиын болды. Өте қиын. Ояққа жету, енді бір күнде жетесің ояққа. Қарағанды арқылы барады, Астана арқылы. Жолда дайын болмаған. Мен ана жылы Қызылордадан және Қарағандыдан трасса ашылмаған. Самолеттар аптасында тоже күнде ұша бермейді. Біз пойызбен Астанаға дейін күнде пойызбен, ойынға пойызбен баратынбыз. Енді қазір білмеймін қандай логистика болған. Енді бірақ қанша завод бар, енді ақша бөлінетін шығар деп ойлаймын ғой. Қазір бәрі айтады ғой, ақша бөлініп жатыр, бірақ бөлінсе осыған хотя бы және трасса, және гостиницалар салынып, потому что гостиницалар да аз қалада. Соған бөлінеді деп ойлаймын енді. Жезқазғанға енді сәттілік тілеймін, басқа ештеңе айта алмаймын. Достар, бізде керемет жаңалық бар. Енді Спортпульс сайтында футбол әлеміне толық енуге мүмкіндік бар. Барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, өткен ойындардың қорытындысынан хабардар бол. Сондай-ақ сайтта алдағы матчтардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол жаңалықтарын Спортпульспен бірге бақыла. Келесі матч бізде Астана мен Жетісу арасында болды. Есеп 3-0. Тамасов хэт-трик жасады, 3 голды да салды. Қалай ойын туралы не айтасың? Мен 20-ші минуттан кейін сөндірдім. 20-ші минутта Астана келді. 4-5 гол. Мүмкіндік болған жоқ қой Жетісуда. Жетісуда мүлде болған жоқ. Жетісу менің ойымша қазір КПЛ-де ең әлсіз команда. Ойыншылармен де бапкер жағынан да, енді бапкер бірінші лигада жарайды ол жақта. Осы туралы негізі айтып кетейікші. Смақов бірінші лигада болған, Елімайды баптады. Ол кезде меніңше Смаковтың емес, кәдімгі клубтың менеджменті дұрыс болды деп. Ойыншылары, бюджет болды, қаражат болды, барлығы идеальный болды. Соның арқасында ғана жеңілген жоқ қой бірінші лигада ешқандай матчта. Жалпы мен үшін Смаков андай да белгісіз. Бір жыл бапкер болды, бір жыл директор болды, бір жыл қайтадан бапкер болды. Бұл қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Бізде енді ондай болмайды ғой. Білмеймін, енді Жетісу мен үшін әлсіз. Бір 20-ші минутта Астана 4-5 гол салатын мүмкіндіктері болды. Тамасов 37-те хэт-трик, керемет. Енді аңыз ойыншы ғой, аңыз. Басқасы айтатын сөз жоқ. Сіз қалай ойлайсыз? Смаковты жалпы біз ойыншы ретінде білеміз, құрметтейміз, сыйлаймыз, бірақ бапкерлік жағынан бір жарыта қоймайтын сияқты, менің ойымша. Сіз қалай ойлайсыз? Енді бірінші лигада семейдің енді менеджменті полностью подходы, және даже бірінші лигадан шығып биыл шыға салып сразу олар задача қойып, 3-ке задача қойып жатыр ғой.
Енді тәжірибесі Сэмнің ойыншы тәжірибесі жаңағы авторитеттік жаңағы өзі жинаған сол арқылы балалармен жаңағы сөйлесіп бір нәтижеге жетсе де болады деп ойлаймын. Мотивациямен жаңағы адам футболдың ішіндегі өзінің білімі да жаңағы не только тренировочный процесс, жаңағы кабинетный процесс, комнатада сөйлесетін балалармен сөйлесетін сондай моменттермен сөйлесіп бір нәтижеге жетсе Сэмнің соған бір хотя бы ұшып кететіндей қазір әлсіз команда болмауына соған жетеді деп ойлаймын Сэмнің. Оған тәжірибе керек қой, все равно Сэм бір жыл былай болды, бір жыл былай болды. Премьер-лига басқа биыл енді чемпионат енді басталды, көре жатамыз. Жетісуға енді Жетісу карьерамда ең көп ойнаған командам, 6 жыл ойнадым. Жетісуға енді сәттілік тілеймін, ұшып кетпесін деп. Смаков осы жылы алды ғой деймін да, премьер-лигаға жарайтын лицензия. Ол әлі оқып жатыр. Жаңа не бойынша, регламент бойынша оқып жатсаң, баптай беруге болады. Иә. Категория про ма? Про. Сіздер жалпы өзіңізде қалай бапкерлікке бір ой жоқ па болашақта? Қазір кей кезде ойланамын, менде енді қатты бапкер болатын секілді ғой. Қатаң, иә. Бірақ ондай маған наоборот дисциплина андай маған ұнамайды. Прям армиядағыдай стап, анау болмайды, мынау болмайды. Кей кезде осы ойнап жүрген кезде кейбір тренерлер болады ғой. 11-де жатыңдар, ұйықтаңдар. Мен өзім 4 балам бар, қаяққа жатып ұйықтайсың. 12-де уже 34-ке келгеннен кейін 18 жыл ойнадық, уже өзіңді дайындау білесің неге, командаға, ойынға қалай. Кейбір наоборот 11-де ұйықтап, ерте жатып, ол кейбір ойынға шығып, соны дұрыс ойнай алмайды. Өз адамның несі ғой, бірақ мен ойлаймын. Бірақ ойланып жатырмын қазір, категорияға оқып, С ма, Д категория қайсынан басталады? Ол да арзан зат емес. Иә, оқуында қазір бір ақшаға кетеді. Еще оған ең ауыры Азат Нұргалиев айтқандай ғой, біз 20 жыл ойнаймыз футболды. И қазір бітіріп бірақ категория оқу керек дейді. Қазір ең новый заң шықты ғой, сен ойнап жүрген кезде оқи алмайсың категорияны. И сен ойнап болып, сен 20 жыл ойнайсың, 35-37 жасқа келіп, сосын қайтадан жаңа С категориядан бастап Д категориядан оқу керексің. Онда дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Уақыт жоғалтасың. И сен оқытып жүргенше, сен жаңағы свежий ойын кезінде енді тренерский ойыңды пайдалану үшін, сен оны бәрі оқып жүргенше оны ұмытып қаласың, или уақыт өтіп кетеді. Мен ойлаймын, сол минимум 15 жыл, 18 жыл ойнаған футболшыға Нұрбол бар, олар кезінде категория последний алған оларға берілді, и содан кейін жауып қалды. Біз қазір оқусақ 18 жыл ойнадым, қазір маған қайтадан бастап детский тренерлермен бірге оқу керек. Ұзақ процесс. Ұзақ процесс, еще біраз ақша тұратын. Біраз ақша тұрады. Кеше мынау Али Алиевті бапкерлер туралы айтып жатырмыз ғой. Али Алиев ұлттық құрамаға келді. Жаңадан мынадай әңгімелер болып жатырды. Жаңағы Али Алиев футболшылардың отбасына кішкене араласады деген сияқты. Мысалы, әйеліне мынадай тамақ жасау керек деген сияқты ше. Болды ғой, бір сондай. Болды. Бұл қаншалықты дұрыс негізі бапкердің осылай ойыншылармен ашық, жаңағы бүкіл проблемаларын сұрап деген сияқты. Он негізі дұрыс, бірақ бізде ондай уровеньға жеткен жоқпыз ғой, медицина жағынан. Англиядағыдай полностью сен организм тексеріп, ол организм тексеру керек. Потом сен организмі қандай витаминдер, қандай тамақ жағатын, полностью контрольда ұстап, жир бәрін өлшеп тұру. Онда бізде медицинский не жоқ қой, уровень. Ұлттық құрамада бар шығар. Ұлттық құрамада бар, бірақ ондай деңгейде емес. Прям саған қандай тамақ жағатын, сен вес ұстап тұру үшін не жеу керек екен. Менің ойымша, самый лучший врач это сен өзіңе, если профессионал болсаң, сен қандай тамақ жағатын, соны қарау. Ал медицинский жағынан біз онда Европаға дейін әлі жеткен жоқпыз. Бізде кезекті матч Тобыл Елімай, осы 3-ші турдың орталық ойыны деп айтуға болады. Елімай үш қорғаушымен ойнады. Бастады үш қорғаушымен. Бастады. Бұл ойында да қызыл қағаз болды. Ойынның 4-ші қызыл қағаз болды бұл, ойынның соңғы минутында. Және пенальти болды, пенальтиден есеп ашты.
тобыл теңестірді. иә теңестірді. Тобыл жалпы өткен матчта жеңістен ұпай жоғалтты, негізі айқын фаворит еді ғой мысалы. Бұл матчта да Тобыл кішкене бәсеңсіп келе жатқан сияқты. Бұл маусымда 3-ке таласады деп ойлайсың ба? Таласады, енді Асхат келіп жатыр. Асхат туралы да айтып өтейік. Асхат келіп жатыр. Сосын жаңа менде бір сұрақ осы бауыржанға. Совмещение дейді ғой. Мысалы Жұмасқалиев қазір ұлттық құрамада да, Тобылда да жүр. Енді ол бапкерге қалай кедергі келтірмей ма? Енді жаңадан бастап жатқан мен ойлаймын кедергі келтіретін. Потому что енді ғана тренерский карьерың басталып жатыр. Ұлттық құрамаға командада қиын болады ау деп, потому что өз командаңа полный процесске кіргіп жаңа тәжірибе жинау, все равно ойынды ұлттық құрамаға бір 5 жылдан кейін 5-6 жыл десе тренерский уже жұмыс істеп, сол кезде ғана сондай совмещение болады деп ойлаймын. Иә, жалпы Жұмасқалиевті осы команда осы Чесноков сияқты ойыншылармен бірге қосылды да. Оған дейінгі 10 күндей басқа енді көмекшісі жаттықтырды. Енді ол команда қалай әсер еткен білмеймін. Енді бұл матчқа қарағанда қатты әсер етпеген сияқты. Елімаймен есеп ашты Сигневич. Ойын соңында Миладинович білмеймін не үшін шынтақпен енді битте ұрған. Ойын соңғы минуты сенің қақпашың допты алды. Уже ана жерде ешқандай не болған жоқ. Ұратындай момент болған жоқ та. И артық қимыл. Артық, иә. Бұл жерде енді қызыл қағаз көрсетті, бірақ команда ішінде де мен ойымша, мысалы сен жеңіп жатсың. Білмеймін, 3 минуттан кейін сен 3 ұпай аласың. Сен чемпиондыққа таласасың. Чемпиондыққа тікелей сол қарсыласыңа қарсы 3 ұпай алайын деп жатсың. 90-шы минуты сенің ойыншың ана жерде бір шынтаға тиіп кеткен жоқ, өзі әдейіліп тұрып ұрды. Ол білмеймін, 90-шы минутта, мен қайталап өтейін, 90-шы минутта ондай қателіктер мен ойымша тренерлік штаб ескеру керек. Иә. Ондай білмеймін, сіздің мансаңызда болды ма? Мысалы сіз бір ойын ойнап жатасыз, енді бір игрок гол привез. Енді білмеймін, 90-шы минутта допты жай шығарып жіберудің орнына жоқ жерден бір гол шығарған кезде сіздің енді эмоцияңыз. Ондай ойын дейді қазір есіме ала алмаймын, бірақ ондай ойындар болды ғой, әрине. Жоқ, если жаңағы привез болса, жаңа футбольный момент жарайды, там может ошибается каждый, ошибка жасап гол жіберіп алсақ жарайды, бірақ мына жерде удаление, еще пенальти, это уже соңғы минут, еще необоснованное движение, я думаю, уже психологический момент деп ойлаймын, өзінің футболисттің жаңағы уже семьясында ма или необоснованное действие. Тобылдың қолда тұрған жеңісі ғой негізі. Қолда тұрған жеңісі. Елімай туралы не айтамыз? Елімай осы маусымда ойыны өткен маусымдағыдай емес. Атыраумен болған ойыны болсын, оның алдында анау Қайсармен ойнады ғой, 0-2 есебімен жеңді. Бірақ бірінші таймда Қайсардың ойыншылары кәдімгідей қысым көрсетті. Екінші таймдағы 2 голды әзер дегенде салды. Чемпиондыққа таласа ма биыл Елімай? Елімай негізі былтырда осылай бастады. Осы бастапқы 5 тур ма осылай жеңістер осы ауыр болып келді. Енді Карпович өзі бір қызық, неше жыл болды қазір? 6-7 жыл болды ма? Қазір бапкер болып жатқан Қазақстан Премьер-лигасында. Әзірше қалай айтсам, провал болған жоқ та Карповичте. Бірақ стабильный ойында жоқ. Қызық сол бір феномен да. Мысалы Қызылжарда болды, бір мақсат қояды команда, соны орындайды, бірақ білмеймін қалай орындайтын, әйтеуір орындайды. Ақтөбеге келеді, команда екінші алтықта жүрген команданы чемпиондыққа таластырады. Соңғы матчтарда жіберіп қояды чемпионствоны. Екінші сезонда қайтадан 3-ке кіреді. Жалпы мақсатты орындайды да, бірақ қалай айтсам болады, бірақ тренерлік идеялар көрінбейді, бір сол Карповичтің қолы. Енді Елімайда да былтыр таласты Еврокубоктарға. Енді
биыл білмеймін. Негізі биыл мына фаворит командалар жаңағы Ақтөбе, Қайрат, Астана Еурокубоктерде ойнайды ғой. Бұлар сол жаққа көңіл бөліп жатқанда Елімай бәлкім ұпай жинап алатын шығар, осы сәтті пайдаланып. мүмкін. Кім біледі. Жаздағы ойын бәрі басқаша болады ғой. Бірақ Астананың енді андай переностарын білесіз ғой. Ол Иә. кезде енді ол септің тигізбеуі де мүмкін. Сол себептен білмеймін. Енді Елімай мен үшін осы маусымда үштікке кіру керек деп ойлаймын негізі. Негізі кіру керек. Былай тек қана ойыншыларды былай қарасақ, негізі кіру керек. А былай енді бұл жерде енді тәжірибе бар ойыншылардың андай да командада чемпион командада по-любому бір адам болу керек та, чемпион. Енді Елімайда әзірше ондай игроктар жоқ та. Білмеймін, сізде ол негізі ол Сережан Мұжықов ол тек қана осы маусымда келді. Енді мысалы раздевалкада енді чемпиондықты көрген адамдар енді әсер етеді деп ойлаймын. Мықты әсер етеді. Келісесіз ғой? Иә. Бірақ ол бір адам емес, көбінесе минимум 8 группа, 8 основной 8 адам, 7 адам стабильный косяк болу керек та. Мен ойымша биыл Астана мен Қайрат чемпионствоға даласып, жәнегі Тобол мен Ақтөбе и Ордабасы таласпайды деп ойлаймын. Елімай білім қалуы мүмкін үшіншіге таласады. Ордабасын тілге тиек айта өтейік. Ордабасы мен Қызылжар 0-0 есеп. Ордабасының ойындарын көреміз деп негізі кішкене шаша қарып. Ордабасы ішкі сырарлық ойын. Жоқ, ойын бар негізі. Ана бапкер Петрокоптан келген Андрей Мартин ойын бар, бірақ шабуылда болып жатыр. Гол жоқ та, бірақ. Гол жоқ. Гол жоқ, иә. Енді алдымен алаңнан тыс болған жағдайды айтып өтеміз ба? Шымкенттің әкімі Асхат туралы бұл жерде. Енді ол туралы айтып өтуге болады. Ол Бауыржан мырза қойылатын сұрақ. Ойыншы ретінде енді бұл психологиялық тұрғыдан бәрібір әсерін тигізеді ғой. Асхат енді ол қысымға шыдамайды деп айтуға болады шығар. Тобылға ауысса ертең Тобылда бұрынғы Асхатты қайта көре аламыз ба, қалай ойлайсыз? Бүгін ойнады ғой негізі Асхат. Иә. Екінші қосалқаннан шықты. Енді Асхат тәжірибесі бар, жас енді ақылы да бар ғой, оған мен ойлаймын әсер етпейтін. Бұл жерден наоборот жаңағы біздің Шымкенттің әкім мырзасының айтқан сөзі әкімге сай келмейді деп ойлаймын. Халыққа жай ете салуы. Иә, халыққа бүйтіп айта салып, Шымкенттің халқын өзіміз де білеміз. Қолмен нан беруге де қорқасың ғой, как говорят, не суй пальцы в рот, по локоть откусить деп. Менің ойымша негізі бұл жерде қанша жыл болды айтып жүргенім, қазір де айтам, қанша жыл легионерлерге всегда енді легионерлер көп төлейді ғой. Жарайды, жақсы легионерлер келіп жақсы ойын көрсетіп зарплатасын сәйкес алса, оған жарайды, айтасың ғой, жарайды, енді үлкен тәжірибесі бар деп. Бірақ қазір тәжірибелер жоқ легионерлерге ақша төлейді да, сол ақшаны өзіміздің қазағымызға төлесінші. Өзіміз қазақ балалар ақша тапсын, өзіміздің жерімізде қалады, өздері үй алсын қазақ балаларымыз. Біздің қазақ балаларға одан сайын көп төлесе, Өзбекстан қаласында, қазір Өзбекстанда мен білем, естігенім бар, лимит қойған легионерлерге зарплата. Өзбек футболшы ойынмен доказывать етсе, легионерлерден көп зарплата алады. Өзіміздің балаларымызға төлесін, қазақтарды байсыншы, осы бүкім байса да. Негізі маған түсініксіз жайт бар да, Қазақстан премьер. Негізі клубтар бізде әкімшіліктен алатын, дұрыс па? Ол халықтың ақшасы. Неге ол ақша жарияланбайды деген? Негізі ол зат негізі елге анық болса, ашық болса, бұндай негізі конфликттер болмайды деп ойлаймын да, негізі. Енді Асхат тек қана осы жылы ғана сол ақшаны алып жүрген жоқ қой, бұған дейін де ол ақшаны алды, оған дейін енді ешкімде сұрақ болған жоқ қой, мысалы. Сол себептен айтып тұрған, неге жарияламайтын түсініксіз мен үшін. Негізі ол дейтін бір жарайды, мысалы Қайрат Советович ол өзінің ақшасын беріп жатыр, өзі біледі. Айтамын, айтпаймын, ол өзі біледі. Мысалы басқа клубтар, қалған біздің КПЛ-да басқа клубтар неге жарияламайтын мен үшін түсініксіз. Жоқ, оның үстіне 20 миллион деген бір өйтіп адам шошитындай нәрсе емес қой. Футболшының ғұмыры, мансабы онсыз да қысқа ғой.
жоқ енді 20 миллион де адам шушиды дегенде негізі адам шушиды ғой. Негізі Шымкентте білмеймін бір базарда тұрып 100 мың теңге алатын адам үшін ол дейтін білмеймін өмірінде ол ақшаны таба ма таппай ма Асхаттың бір айда ақшасын таппай ма білмеймін. Сол себептен оларды ондай наразы айтып отыр ғой, блогерлар қазір несі салық төлейді. салық төлемегендер, ол жақта да блогерлар, например, инстаграмда вообще денсаулығына зиян ештеңе кетмейді, контент түсіреді и тауып жатқан миллиондары. Олар бізде ол менің ойымша зарплатаны санасу деген вообще дұрыс емес. Футболисттің шахтер, бізге ойлаймын, шахтерлар айта алады, например, біз здоровьяны құртамыз. Футболисттің ғұмыры 10 жыл, мен өзім ойнадым, бір Алматыда бір 15 үйім бар деп айта алмаймын, 10 жыл ойнадым, здоровьяңды қалдырасың, денсаулығың қалады, тапқан ақшаңды Алматыда үй алу, бір үй аласың, болды сонымен. И 10 жылдан кейін қазір, например, мен ойым бар, қазір футбол бітірдім, болды, не істеймін, қазір не істейсің? Не тәжірибең басқа жұмыста жоқ, тренер болып жұмыс істеген келсе, қазір детский тренерлар 500 мың теңге максимум алады. Немесе медиалига. И медиалига. И то, медиалигада тоже андай ақша. Айтады ғой, ты за 10 лет на всю жизнь должен заработать. И сол секілді, мен ойымша, қазақ балалар, футболисттер аз алады деп еще. Потому что жетпейді. Асхаттай алатындар бізде бір 5 бармақпен санайтын балалар бар, қалғандар ондай ақша алмайды ғой. Лучше қазақтарға көбейт төлесін, лучше өзіміздің балалар тапсын. Қолдаймыз. Және легионерлерге қазір бюджеттен ақша төленбейді, тек қана демеушілік тараптардан ғана төленеді ғой ақша. Соған сенесіз бе сіз? Енді федерация өкілдері солай айтып жатса, неге сенбеске? Менде оған күмән бар. Сен командаңда 11 легионер бар да, сен 11 легионерге демеушілерден оған қалай ақша табатынын маған түсініксіз. Мысалы легионерлер, мен ойымша, енді Асхаттың ақшасын алмаса да, енді соның жартысын алса да, 11 легионер енді айына бір 100 миллиондай кетсе, 100 миллион енді бізде демеушілер ондай ақшаны қазақ футболына береді деген менде күмән бар. Мысалы. Бағана Ордабасы ойын туралы мен бір сұрақ бар. Легионерлер туралы жалпы селекциясына көңілің тола ма Ордабасының? Анау Эвертон деген бір бразилиялық ойыншыларды алып келген. Толмайды. Енді әзірше біздің командалардың арасында жалғыз гол соқпаған команда әлі Ордабасы ғой. Сол енді соңғы орында тұр ғой турнирлік кестеде. Соңғы орында бұл енді көрсеткіш қой, селекцияның қалай жұмыс істегені. Енді тренер өзімен бірге кейбір игроктарды алып келді, жаңадан спорт директоры өзінің игроктарын алып келді. Енді бұл жерде алдағы қалай болатынын білмеймін. Енді Ордабасы енді осы Ұлықбек Қасымбаев кеткеннен кейін Ордабасының енді қазіргі шаруалары мәз емес. Мәз емес. Енді Ордабасы Түркістанда ойнап жатыр ғой. Түркістан аренада жанкүйерлер келіп жатыр, Техас Фанс қолдап жатыр. Бұл бәлкім әсер етіп жатыр деп ойлайсың ба? Мысалы Шымкентте басқаша ойын көрсететін шығар мысалы. Жоқ, мен Шымкентте де биыл көп адам келді ма? Биыл келмеген сияқты. Мен қазір Түркістанға қанша 3-4 мың адам ба? Сол Ордабасыда. Чемпион сезонды санамай-ақ қойып, былтырғы сезонды қарасақ, былтырғы сезондары 3-4 мың адам, сол 3-4 мың адам енді білмеймін, бұл жерде ешқандай фанаттың ешқандай несі фактор ойнап тұрған жоқ сияқты. Тек команда ауысты, тек сол фактор. Команда әлі мүмкін сіңісе салмай жатыр бір-біріне, мүмкін тренердің айтқандары әлі құлақтарына жетпей жатыр ойыншылардың. Білмеймін, факторлар көп болуы мүмкін да, сол себептен білмеймін. Бауыржан мырза, сіз жалпы ойыншы ретінде осы маусымда қай командалар үшке таласады деп ойлайсыз? Кім чемпион болады? Болжам айта кетсеңіз өзіңіздің. Мен ойымша, және айта кеткендей, Астана мен Қайрат чемпионствоға таласады. Маған негізі тоболдың ойынын ойнайды, ойыншыларының легионерлерінің сапалары ұнайды, ойын өрнегі бар, комбинационный футбол ойнайды, өзі жәрдеміш, өз ойнағандай сондай комбинационный ойын көрсетіп жатыр. Мен ойымша Қайрат Астана чемпионға таласып, Тобол, Ақтөбе и Елімай үштікке таласады.
Астана чемпион, Қайрат таласады, үшінші орын. Үшінші орын қиын негізі. Үшінші орын қиын, иә, 30 жер қиын. Ол анда неде да, жазғы трансферлерге байланысты болады да. Ол уже кім көбірек жұмыс істейді, кім келеді, кім кетеді, соған байланысты болады. Оны жазда айтпасақ, қазір үшінші турдан кейін әлі белгісіз, кім ұшатынын да білмейміз. Менде тек қана қазір ұшатын тек бір-ақ команданы көрдім, ол Жетісу. Қалған командаларда мен тікелей ұшады деп айта алмаймыз. Қайсар, Ұлытау, білмеймін, Жеңіс, бәрі бір деңгейде сияқты. Олардың бәрі бір-бірімен таласады. Сол себептен қазір үшінші турдан кейін бірінші айту қиын. Бауыржан мырза, сіз енді ұлттық құраманың ойындарын кешегі көрдіңіз деп ойлаймын. Уэльс және Лихтенштейнге қарсы. Енді ол туралы біраз әріптестеріміз айтты, жаңағы пікірталастар болды деген сияқты. Мен бір ғана сұрағым бар. Қақпаға байланысты. Қақпада Сисин де тұрды, Заруцкий де тұрды. Сіздің ойыңызша қайсы лайықты негізгі құрамға? Заруцкий әлде Сисин? Заруцкий енді шақыртты, алды. Астанада бір нақты бір 2 сезон основной вратарь болып тұрған жоқ. Сисенде Астанада болды. Нақты бір 2 жыл бірінші номер болып ойнаған жоқ. Екеуінде де сол жетіспей отыр деп ойлаймын. Қазірге Стас деп ойлаймын негізі қазір. Покатилов бір номер бірінші болу керек екен. Бірақ бұл жерде енді тренердің сенімі ғой. Шацкиға өзінің тренерін сенім көрсетті. Шац сол шабытпен 2 жыл қандай ойын көрсетті. Бұл жерде тренердің довериясы ғой, мен ойымша. Бірақ қазір енді Шац кеткеннен кейін мен ойымша қазіргі Стас Покатилов тәжірибесі жетеді. Покатиловты шақырды, бірақ 2 ойынға да қатысқан жоқ. Не себеп деп ойлайсыз? КФ-ның қателігі ғой, енді ол ондай заттарды ол Жеребев қашан болды, матч болатын қашан белгілі болды. Сол кезден бері енді қазір айтып жатыр да, сылтауларды енді үлгерген жоқпыз. Қазір жаңа неде Әзербайжанда ойнап жүр. Ояқта жүріп тұру үшін де паспорты керек, сол үшін үлгерген жоқ деген сияқты. Енді мен үшін ол бәрі сылтау. Жалғыз Покатилов емес қой, ол сыртта жүрген. Басқа да ойыншылар сыртта да жүр, оларға да істеді мысалы. Сол себептен бұл жерде енді біздің федерация кішкене бір құрметсіздік болып қалған сияқты ол ма? Мүмкін. Маған осы матчтардан кейін бір тек сұрақ бар да, осы Алиевтің Лихтенштейннің ойыннан кейін бір баспасөз қызметінде айтты да. Андай баспасөз қызметі болды. И жалғыз журналист болды да, андай Лихтенштейн жалғыз журналист болды. Сосын сұрады енді Лихтенштейн енді 40-шы минутқа дейін енді біз болып жүрген немен енді удивило деген сияқты айтты да. Сосын Алиев енді Ханаличтен енді жауап андай болды да. Ешқандай, мен үшін ешқандай сыйлық болған жоқ. Біздер ойынды контролировали, біздер сіздер тек қана оборонялись деген сияқты сондай болды да. Біз жандай шамалы лицемерие көрмейсіз ба? Мысалы бізге мысалы құрамалар келеді ғой, Дания секілді, Франция. Мысалы олар сөйтіп айтса, біздер енді өзіміздің жүрегімізде бүйтіп қабылдаймыз ғой деген сияқты. Ал бұл жерде сөйтіп айту қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз, мысалы? Біз Лихтенштейнмен бірінші номермен ойнап кішкене қиналып қалдық та. Контроль жағынан, именно контроль, не просто ради контроля секілді, а контроль жаңағы последующими завершениямен бірінші номермен ойнап кішкене қиын болды деп ойлаймын. Потому что Уэльспен екінші номер ойнадық. Енді көп енді оған ұялуда ештеңке жоқ. Қандай үлкен командалармен, Норвегиямен, Даниямен ойнаған кезде екінші номер ойнаймыз ғой. Бұл жерде Лихтенштейн полностью оборонаға жатып алғаннан кейін қиын. Ондай командалармен мен өзім білемін. Біз Люксембургтың Тоболмен ойнаған кезде команда 11 адам обороняться еткен кезде сен қиын болады оборонаны скрывать етуге. Лихтенштейннің сосын ойыншылары кәсіби ойыншылар емес, әуесқой ойыншылар. Али Алиев жастарды шығарды негізгі құрамға. Бұл сіздің ойыңызша қаншалықты дұрыс? Енді бір жағынан тәжірибе алмасып, жаңағы бір мүмкіндік беріп барды ғой, енді жастарға мүмкіндікті Лихтенштейнмен бермесе, басқа қандай құрамаға қарсы береді деген пікірдемін мен. Меніңше дұрыс болған сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Әлде тәжірибелі ойыншылар жетіспеді деп ойлайсыз ба?
жоқ, әрине дұрыс. Наоборот, даже бұл жерде 11 адам оборон отырған кезде сен тәжірибе кей кезде көмектеспей қалуы мүмкін. Бұл жерде жастарға сенді, жастар енді қалай болса да 2-0 ұттық, результат бар, плюс доверие бар, және на международном уровне жастар футбол кішкене өздері сенді, ол да бір үлкен плюс деп санаймын. Нәтиже бар, бірақ ойын жоқ негізі. Иә. Ойын жоқ. Иә. Енді бұл жерде андай зат та маған Лихтенштейнге қарсы енді турнирлік кестеде енді бұл жерде тең ұпай болса, бұл жерде доп арасы саналады да. Бұл жерде енді шамалы Лихтенштейнге көбірек салғанда деген сияқты ой бар да. Білмейміз ғой, мысалы 10-шы турда, 9-шы турда не болатынын ары қарай. Енді доп айырмашылығы енді ол жерде ойнай ма, ойнамай ма, сол себептен шамалы көбірек жеңгенде деген сияқты ой бар менде. Сол трансляцияның сапасы бойынша КФФ нені айтамыз? Трансляция туралы ойын көрдік. Жалпы осы маусымда Қазақстан футбол федерациясы ұйымдастырып жатыр чемпионатты. Бірінші, екінші турда қателіктер көп болды. Жаңа графика жағынан болсын, трансляция жағынан болсын. Бірақ ұйымдастырушы тарап үшінші турға дейін бізге уақыт беріңіздер, біз бәрін дұрыстаймыз деп уәде еткен болатын. Меніңше ол уәдесіне тұрған сияқты. Жаңа кейбір Атырау, Ақтөбе, сосын Қайсар, Оқжетпес сияқты матчтарда сапа кішкене нашар болғандай көрінді, бірақ ол жердегі стадионның өзі анау Қызылорда Труба арена дейді ғой бізде. Ол картинада кәдімгідей әсер ететін сияқты. Былай басқа ойындарда, мысалы Астана аренада қандай керемет ракурстар болды. Графика жағынан меніңше бәрі әдемі сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Маған, мен ойымша, бірінші, екінші турды салыстырғанда. Мен ойымша ең бастысы сен келген кезде жолда көресің, телефоннан көресің, ютубтан көрсеткенді, потому что ютубта артқа повтор көруге болады, ойын тоқтатып көруге болады, бұрында сайтты, оның алдыңғы жылдары кім болды? ПФЛК. Не повтор көре алмайсың, не тоқтата алмайсың, сол жағынан қиын болды. Қазір енді сапа жағынан бізде Қазақстанда енді болып тұрады. Кока-коланы көрсетеді, кабинетті көрсететін, или телефонмен сөйлесіп қалатындар жағдайлар болады. Бірақ ол енді әр қаланың өзінің жаңағы айтқандай стадионның сапасы түсірімге қалай әсер етеді деп ойлаймын. Бірақ енді жылдан сенеміз ғой, енді жақсы болады деп ойлаймыз енді. Қазақ тілді, орыс тілді комментаторлармен бірге меніңше жақсы. Ертең 2-3 айдан кейін бұдан да жақсы сапа күтеміз, және оның үстіне осы чемпионатқа арнап арнайы сайт шығарды. Сайт өте керемет. Мен кірдім, көрдім, бүкіл ешқандай қате жоқ, ішінде мақала бар, превью бар, болжам бар, барлығы бар. Лайфскор дейді ғой. Кәдімгідей әр позициясын, әр ойыншының қай командада ойнады, бәрін жасаған. Маған өзгерістер жалпы ұнап жатыр. Тек майда заттар бар да, андай қызыл қағаз алған кезде үстінде көрсетпейтін заттар бар. Сосын ойыншының атын ба? Жоқ, мысалы команда біреу 10 игрокпен қалады, бір қызыл қағаз. Сол кезде андай үстінде бір қызыл қағаз көрсетіліп тұру керек та, андай команданың үстінде. Сондай заттар. Удалениемен ойнап жатыр деген. Қызылмен ойнап жатыр деген сияқты, жаңа жанкүйерге ыңғайлы болсын деген сияқты. Сосын былай повторлар енді шамалы аздау. Немесе аздау, шамалы ертерек көрсетсе, сосын жаңағы шамалы ракурстар аздау, жаңа офсайдный линияны кейде көрсетпейді, общий ракурспен көрсете салады, офсайдты түсінбей қаламыз, болды ма, болған жоқ па. Енді бұл дұрысталатын зат шығар. Сосын бұл жерде бас лига түсіріп жатыр ғой, бас продакшн енді ол жерде қандай адамдар отқан білмеймін, шамалы футболы адамдар болса, шамалы футбол түсінетін. Сол кезде жақсы болатын, кейде болады, кеше бір матч болады, матчтың дәл ортасында статистиканы бақырайтып дәл ортасына қойып қойды да, оны матчтың ортасына шамалы бір кішкентай қылып тек бір шетіне қойса деген сияқты. Сосын ең үлкен претензия осы тур бойынша маған ойындардың уақыты ұнаған жоқ та. Мысалы сенбі күні 2 матч болды. Қайсар мен Астана жетісу келесі күнге ауысып кетті. бір күнге ауысты, шегелі не үшін екен білмеймін, оны да айтқан жоқ. Мысалы Қайсар Оқжетпес 3-те басталды, келесі матч 4-те басталды. Оны енді жанкүйер 2 матчта қарайым дейтін жанкүйерлер қалай, мысалы арасына бір сағат салып, мысалы анан 2-де бастап, анан уақытын болса, немесе анан 5-те бастаса да болатын еді. Сосын бүгін де қатарынан 3 матч болып жатыр, оны қайсысын қарайсың?
шамалы бірінен кейін бірін істесе, бізде ондай көп матч жоқ қой, 7-ақ матч мысалы. Сол 7 матчты бірінен кейін бірін жанкүйерлерге ыңғайлы болсын деп бәрін көрсін. Арасына уақыт салып па? Иә, мысалы жарты сағат. иә, 5-те басталады бір матч, келесі бір матч 3-те басталады, 5-те басталады, 7-те басталады. Сөйтіп қылса, мысалы жанкүйерлер барлық матчты көретіндей, жаңа маркетинг жағынан да ол тиімді. Бізде мысалы Англияда сияқты оларда жаңа заң бар ғой, 3 PM бірнәрсе дейтін заң бар, олар 3-тен 5-ге дейін матч көрсете алмайды да, и олардың барлық матчтар бір уақытта басталады. Ол тек жалғыз тек английский премьер лига, ол тек қана солар. Қалған Испания, Италия, бәрі да олар ойындарды бөлек-бөлек басталады. Соңғы матчты енді орталық матч қылып қалдырады. Бұл енді матчтардың уақыттары менің ойымша бізде ауа райына қарай. Иә, жазға қарай дұрысталатын сияқты. Қазір енді күн салқын, бүкіл команда күндіз ойнауға мәжбүр, мұқтаж. Ертең стадион кейбір командалар өздері стадионда ойнамайды. Астана Аренаның өзінде қанша команда ойнайды. Бізде сол стадионның бәрі және түсірімге де байланысты, уақытқа да байланысты, ауа райына да байланысты, бәрі стадионнан ғой, поле стадиондардың стандартқа сәйкес келмейтіндеріне. Қанша жылдан айтып келатырмыз ғой. Сэм ойнап бітірді, айтты, на таких же полях играл деп. Бізде тренер әлі сол поляда ойнап отыр. Одан қарсы қазір искусстволар көбейіп кетті, және бетон полялар. Соның бәрі проблема. Және ол стадионнан ғана ойлаймын проблема. Және ауа райына өз біздің үлкен Қазақстанымызда суық жерлер бар, юг бар, соған сәйкес келмейтін. Жоқ, енді мен сенбіде мысалы 2 матчта, мысалы оңтүстік Қазақстанда өтті, біреу Қызылордада өтті, біреу Түркістанда өтті. Енді ояқта күн ерте батпайтын шығар, енді бұл біреуін шамалы ертерек, біреуін кешірек қойса болатын еді деген ойым. Араларында жарты сағат. Иә, екеу қатар жүрмесін деген ғой тек қана. Бұлай жалпы сұрақ жоқ. Басқа білмеймін. Бізде енді жалпы әр подкастта, әр тур сайын осы турдың үздік ойыншысын және үздік бапкерді біз атаймыз. Сіз қай ойыншыны осы турдың үздігі деп атар едіңіз? Енді бүгінгі ойында Марин Тамасов өзі жалғыз ойнап школ салды. Енді менің ойымша Тамасов үздік ойыншы. Бапкер. Үздік бапкерге қарағанда енді Ақтөбенің бапкеріне де бергім келеді деп ойлаймын. Потому негізі енді выезда ірі есеппен жеңіске жетті. Керемет ойын 4 гол салып, Атырауда ойны, негізі Атырауда ойнаған қиын негізі. Осындай есеппен жеңгеннен кейін Ақтөбен тренері да берем. Игорь Леонов үздік бапкер. Иә, Леонов. Әлібек, қалай ойлайсыз? Ең үздік ойыншы? Үздік ойыншы мен үшін Айбар Жақсылықов. Не үшін? Енді ойынға деген септігін тигізген үшін енді Айбар Жақсылықов басқа Қайсардың басқа ойыншыларына қарағанда деңгейі енді бөлек екенін көрініп тұрды. Енді так. Я Айбар Жақсылықов, бапкер Рафаэль Оразбахтин. Енді 10 ойыншымен ойынды жаңа кері айналдырып, жаңа мысалы замена шыққан Тапалов, қосал құрамынан шыққан Тапалов жаңа голевой передача берді. Сол себептен Оразбахтин деп ойлаймын. Үздік бапкерге мен де Рафаэль Оразбахтинді қояр едім, ал үздік ойыншыға меніңше Зарияны қояр едім. Кешегі маған ойын өрнегі ұнады. Жалпы маған Зария осы премьер лигадағы ең үздік легионер сияқты. Өткен маусымда да, осы маусымда да. Құрметті көрермен, сіздерге айта кететінім, біздің Telegram арнамызда сіздерде дәл осылай өздеріңіздің әр тур сайын үздік ойыншыларыңызды, үздік бапкерлеріңізді таңдап дауыс бере аласыздар. Сондықтан біздің Telegram арнамызға өтіңіздер, сілтемесі төменде көрсетілген. Ал Әлібек, Бауыржан мырза, бүгін уақыт бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Біздің арнамызға жазылып, комментарий жазып, белсенділіктеріңізді танытсаңыздар болады. Және доп жетпес бағдарламасы одан әрі өз жалғасын табады. Аман сау болыңыздар.